Жоқ. Жоқ. Жарылыс бір уақытта 5 жерде болуы мүмкін. Америка елшілігінде, Галатадағы синагогада, Бұғаздағы екі көпірде және дәл мен тұрған жерде, яғни метрода. Оған қоса беделділігін бірнеше бизнесменді ұрлап әкеткен. Сәлем, бүгінгі қастандыққа бұның қандай да бір қатысы бар ма? Білмейді екем. Мен бұл ақпаратты кездейсоқ біліп қалдым. Олар енді маған сенім артып келеді. Батманға жіберді мені. Жарайды, сәлем. Рәзмимен байланысыңды үзбей, ертең бірден ойлап табарымыз. Кездескенше. Бүгінгі күн қанды оқиғалар мен есте қалды. Ахмет Таныр Қышлалы, Угур Мумжы және Бахри Очоқтың өмірлерін үзген жарылыс секілді, бұл қуатты жарылыс нәтижесінде де газет журналисті. Қалай ойлайсың, бұл күн болуы мүмкін? Өкінішке қарай бұл қастандықтың артында кім тұрған біз әлі анықтай алмадық. Саған не айтарымды білмеймін. Оғыз, сіз сұрау жүргіздіңіз бе? Махмуд Сәлімен кездесуге кетті. Мен Фратпен сөйлестім, оның айтуынша бұны ұйымдастырған жамағат емес. Мен тиісті адамдарға нұсқау бердім. Бәрін де істедім. Жағдай расымен де қиын екен. Олар Ирак, Палестина және Ауғанстандағы түнгі рейдтер кезінде күнәсіз балаларға бомба тастады. Олардың мұндай әрекеттерін тоқтату үшін Біріккен ұлттар ұйымы немесе жалпы әлем не істеді? Ол ұйым кедей елдерге эмбарго салып, сауданы шектегеннен басқа не бітіріп отыр? Айтыңыздаршы. Байғұстар. Байғұстар-ай, бұл адамдар қарапайым адамдардың үйлерін тартып алып, қарудың арқасында бүкіл әлемде билей аламыз деп ойлайды. Бұл әлем тек қана мейірімнің арқасында аман тұрғанын олар түсінбейді. Және бар жақсылық пайғамбарымыздың қолдауының арқасында екенін ұқпайды. Исламның жүрегіндегі бұл зорлық, зомбылық, жәбір көрсету, қанау, қайғы, қасірет қашанғы жалғаса бермек. Жетер! Олар нағыз әзәзілдер, жетер! Жетер! Олар барлық жерге зұлымдықтың дәнін себуде, жетер! 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 Бұл әлемнің игіліктер уақытша. Жамандық атаулыны жасамаңдар. Тура жолдан тая көрмеңдер. Рас айтам. Полиция академиясының басшылығы тік тұр! Тік тұр! Назар аудар! Құрметті достар, академияны табыспен аяқтаған соң сіздер еліміздің түкпір-түкпірінде қызметке кірсесіздер. Сіздер борышты өтеу жолында өмірін қиюға әзір азаматтар. Осы елдегі адамдардың ұлтына, нәсіліне, дініне қарамастан олардың өмірін, абыройын, дүние мүлкін жан аямай қорғайтын боласыздар. Барлық адамға бірдей қарап қылмыскерлерге қарсы тұрасыздар. Мен барлығыңызды құттықтай отырып, қызметте барлығыңызға табыс тілеймін. Рахмет!
Полиция! Полиция! Хасан, Мұхаммед, тезірек жиналыңдар. Әркім өз орнына барсын, қане. Әркім өз орнына барсын. Қане, жылдамырақ. Жылдам, жылдам. Құстар торға түсті. Операцияны бастаңдар. Аджар! Абайлаңдар! Аджар, балконда. Кетуіміз керек, кеттік. Бол, тез. Қане, қане. Бомба! Тезірек! Clear that America is not and never will be at war with Islam. The Quran teaches that whoever kills an innocent, he has killed all mankind. Аджар. Ремзи! Ремзи!
Махмуд, операция аяқталды ма? Иә, директор. Жағдайды баянда. Біз 6 адамнан айырылдық, оның ішінде Ремзи де бар. Артық арлы болсын. 2 адам жаралы. Операция барысында 18 террорист қаза тапты. Жақсы, Махмуд. Оларға халықаралық қолдауда көрсетіліп отырған шығар. Олар тезірек әшкерелеуіміз керек, Махмуд. Дэвид, біз оның есігінің алдында тұрмыз. Есігін сындырыңдар. Қозғалмаңдар! Біз Федералды қауіпсіздік комитет агенттеріміз. Жат, қолыңды желкеңе қой. Хаджи Күміш. Сенің ештен айтпауға хақың бар. Сен не айтсаң да, ол сотта саған қарсы қолданылуы мүмкін. Бұл Хажы Күміш пе? Хажы, жіберіңдер мені. Менің әйеліме тиіспеңдер, өшірініңді. Дэвид Беккер, ФБР, біз сіздің Хажы. жолдасыңызды тұтқындаймыз. Оны не үшін әкетіп барасыздар? Тынышталыңыз, өтінем. Сіздер оны қайда кетіп барасыздар деймін. Тынышталыңыз. Қолыңды тарт менен. Тыныш, егер маған қояр сұрақтарыңыз болса, кейінірек менің кеңсеме келіп Өтінем. тұрарсыз. Оны басқа бөлмеге алып кетіңдер. Өтінем. Қане, Стивенс, үйде түнтіңдер. Жақсы. Сен ана бөлмеге, сен анда. Тағы да палестиндік бауырларымызға көмек қолын созайық. Метин, Жемил екеуің жамағатқа барасыңдар. Бәки, сен Құран оқу курсына кетесің. Бұрхан, сендер Өмер екеуің біздің ұлтшыл бауырларымызға аттаныңдар. Алла жар болсын. Алла жар болсын. Түріктің жастары! Түріктің жастары! Соңғы қасыққанымыз қалғанша күресеміз! Соңғы қасыққанымыз қалғанша күресеміз! Коммунизм, фашизм, капитализм, сионизммен күресеміз! Коммунизм, фашизм, капитализм, сионизммен күресеміз! Соңғы дем қалғанша айқасамыз! Қасыққанымыз қалғанша! Қасыққанымыз қалғанша! Түріктерді толық біріктіргенше арпалыса береміз! Түріктерді толық біріктіргенше арпалса береміз. Біз берілмейміз! Біз берілмейміз. Өліспей беріспейміз! Өліспей беріспейміз. Біз жеңеміз! Біз жеңеміз. Біз жеңеміз! Біз жеңеміз. Алла тағала түріктерге жар болсын. Амин. Армысыздар, ұстаздар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрым. Бізді молда жіберді. Біз палестин достарымыз үшін көмек сұрауға келдік. Жаратқан сіздің жақсылығыңызды сауапқа жазсын.
Біздің сенім бойынша бауырларымыз палестиндиктерге қолдан келгенді жасауға әзірміз. Тек бізге 2 күн уақыт беріңдер. Алла сіздің жомарттығыңызды ұмытпас. Рахмет. Рахмет. Алла жар болсын. Рахмет. 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 Өмір аға, мен жігіттермен бірге базарға барып келейін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Тыңдап тұрмын. Жақсы мырза. Шәй тасушы, сен қашаннан бері секта мүшелеріне қызмет көрсететін болғансың? Не қарап қалдың? Сені күтіп отыр. Мені ме? Екеуіңіз де. Мен? Келе жатыр. Отырыңдар. Сендер бір-бірің танисыңдар ма? Фырат Баран, Аджар Доған. Кешіріңіз, Басеке. Алыстан танымадым, кешірім өтінем. Оқас жоқ. Фырат, жамағаттағы жағдай қалай? Бәрі дұрыс. Жақсы. Жігіттер, сендер 2 күнге Нью-Йоркке кетесіңдер. Оғыз. Біздің жылдар бойы іздеген адамымыз Таджал. Нью-Йорктегі федералды қауіпсіздік қызмет оны тұтқын қалыпты. Мына фото кеше жасалған. Оны кеше Америкада ұстаған. Оның соқауданда дүкендері бар. Өте қызық екен. Бізде бар мәліметке сүйенсек, оған қатысты бірде-бір қылмыстық іс қозғалмаған. Қысқасы, Тажалдың ешбір террористік әрекеттерге қатысы болмағандықтан американ тұрын Түркияға қайтару мүмкін. Міне, мәселе сонда. Түсінесіңдер ме? Фырат, сенің арқаңда Тажалдың шын аты кім екендігін білдік. Дегенмен, сенің әдістеріңді дұрыс деп санамаймын. Айт! Қане, Тажал деген Хажы Күміш пе? Аға, білмейм дедім ғой. Маған қара, қане, Тажал Хажы Күміш пе? Солай ма? Айт! Иә, ол Тажал. Соңғы рет сұрап тұрмын. Тажал ол Хажы Күміш. Не дедің? Тажал ол Хажы Күміш. Фырат, бәрі дұрыс, директор. Біздің досымыз сырын ақтарып жатыр. Таджал бұл қарасат күні жердің бетіне шығып барлығының көзін жоятын адам. Олар қауіпсіздік комитетінен келдік деді. Маркус, енді не істеймін? Мария, ең бастысы көңіліңді түсірме. Мен не болғанын анықтаймын. Бұдан былай не болса да бірден маған хабарлап отыр. Не болса да қоңырау соғып айтатын бол. Ең бастысы маған айтпастан өз бетіңше ештеңе істеме. Жарай ма? Мен кеттім. Ал, жақсы. Мені мұнда неге істеп отыр? Маған қорғаушы керек. Қорғаушы керек. Ағайындар, біздің сеніміміз бен өмір салтымызға қауіп төнді. Федералды қауіпсіздік комитеті біздің қожамыздың үйіне басып кіріп, оны ұстап әкетті. Егер оны Түркияға жіберсе, біз оны сосын қайтып көрмейміз. Олар біздің әрбір қадамымыз бен сөзімізді аңдып отыр. Әрқашан сағыз жүруіміз керек. Алла жар болсын.
Аумин. Джонатан, мен ештеңе білмеймін. Біз қалайда оны қайтаруымыз керек. Жақсы, рахмет. Апа, бәрі жақсы болады. Енді ештеңе де баяғыша болмайды. Мария, сен мені дұрыс түсінбеуің де мүмкін, бірақ меніңше Хажының бірдеңеге қатысы бар ғой деймін. Томас, біз Хажы туралы айтып тұрмыз. Бірдеңе болып жатыр. Мұның бәрі қайдан болды, түсіне алар емеспін. Хажы не болып жатыр? Алло, Фырат, құлыным сол. Халің жақсы ма? Бәрі жақсы ата. Хабарласқаныңа қуанып тұрмын. Өзіңіз жақсымысыз? Бірдеңе боқ болды ма? Ата, мен Америкаға кетіп барам. Америка? Жолың болсын. Мен сенімен біргемін. Аман есен оралатын бол. Құлыным. Әрқашан аман бол. Жақсы аташым, уайымдама. Аман бол, қарашығым. Ұйым мені осында оқуға жіберген кезде жасым 28 деді. Америкада қандай оқиғалар бастан өтпеді десеңші. Басеге бірдеңе боқ болды ма? Саған бұл жоқ ұнамай тұрған сияқты ғой. Сен одан да жұмысыңды ойла. Сіздің жолдасыңыз экстрадицияланады. Түркиядан келетін құзыретті тұлғалар қазір жолда. Күйеуімді қылмыскер дегенге ешқашан сенбеспін. Өтінем. Жолдасым не білдіріп қойды? Айтыңызшы. Тыңдаңызшы, Гүміс ханым. Гүміш. Оны Интерпол іздеді. Сөйтіп бізге тұтқындау туралы бұйрық берілді. Бар білерім сол. Кей кезде адам өзінің дәл жанда қауіпті сезбейді. Әсіресе ол қауіп жұбайынан келсе. Одан басқа айтарым жоқ. Мен уақытымды бекер жоғалтып отыр екенмін. Сіз ештеңе де түсінбейсіз. Иә, Маркус, дәл солай. Бүгін. Кір. Дэвид, түрік полициясының агенттер келді. Түсінікті, Джейм. Күдіктіні жолға дайындаңдар. Мырзалар, Нью-Йоркке қош келдіңіздер. Мен агент Дэвид Беккермін. Қане, жайғасыңыздар. Менің атым Аджар. Мынау менің әріптесім Фред. Қуаныштымын. Мен Түркияны жақсы білем. Сіздер қай қаладан келдіңіздер? Мен Стамбулдан, ал ол елдің шығысынан Битлистен келді. Сіз күрд тілінде сөйлейсіз бе? Иә, Қалыңыз қалай? шүкір жақсы. Жақсы. Күрд тілін қайдан білесіз? Мен Иракта әскери борышымды өтедім. Ирактағы босату операциясы кезінде күрдтің 40-50 сөзін жаттап алғам. Сіздер адамдарды құтқардыңыздар ма әлде мұнайды ма?
Адамдар да америкалықтардың арқасында Ирак халқы Саддам Хусейннің езгісінен құтылып бейбіт өмір сүріп жатыр. Ол не деді? Қазір, негізі бүкіл әлем Саддамды зұлым етіп шығарған Америка екенін біледі. Әлгі сіз айтқан құтқару операциясында миллионға жуық мұсылман қаза тапты. Бір қызығы сіздер мұнайға бай елдерге көмек қолын созасыздар. Бұл жай ғана кездейсоқтық па? Біз ол елге зорлық-зомбылықтың жолын кесу үшін бардық. Ал өлгендер мұсылмандардың өз кінәсінен шейіт кетті. Оның үстіне террористік актілерді ұйымдастыратын сол мұсылмандардың өздері емес пе? Солай ма? Сөзіңізге абай болыңыз. Біз де мұсылманбыз. Сіз не деп тұрсыз? Біз дайынбыз, Дэвид. Джим, мен қажетті құжаттарды рәсімдеймін. Сіздер Джиммен бірге бара беріңіздер. Кеттік бізге. Сау болыңыз, агент Беккер. Мына оңбаған мұсылмандар жек көреді екен. Ол үшін қоғаммен келіспеген адамның бәрі террорист. Шумды қоздырғанын қырыш. Сені алып кетуге түрік өкілдері келді. Ассаламу алейкум. Уағалейкум салам. Хаджи күміш. Жүріңіздер. Бізді осы машинемен барамыз, оларға айт. Біз бір машинеге мініп жүреміз. Иә, әрине. Сайттан алғыры. 911-ге қоңырау шал. Біз ФБР агенттеріміз, мен арнайы агент Джеймс МакКуин болам. Қандай да бір маңызды сұрақтарыңыз болса, немесе бізбен байланысқыңыз келсе, мына нөмірге қоңырау шалыңыз. Сен аңыз адамға айналдың, Хаджа. Енді Құдайыңа жалбарына бер. Аузыңды жапшы, Хаджа. Біз қазір Пайк даңғылындамыз. Мына шулаған музыканы өшірде қайталашы. Түсіндім. Біз қазір Пайк даңғылмен... Қап!
Аджар! Аджар, амансың ба? Иә, шүкір. Жігіттер, сендер қалайсыңдар? Бәрі аман. Бәрі жақсы. Бұл қалай болғаны? Нью-Йорк полициясына хабарласыңдар. Түркиялық күдікті Хажы Гүмішті қолға түсіру үшін ұстау операциясының жоспарын жарияласын. Ол тұтқыннан қашып кетті. Бұл туралы түрк билігі мен Интерполға хабарласыңдар. Тезірек қимылдаңдар. Қане? Кеш жарық. Сәлеметсіз бе, директор? Жағдай қалай, жігіттер? Директор, бізде күтпеген жағдай болды. Не болды, Ясин? Америкада қиындықтар туындап отыр. Нью-Йоркте әуежайға кетіп бара жатқан тажалды біреулер ұрлап әкеткен. Не? Бар білетініміз осы. Тағы жаңалықтар болып жатса бірден хабарын берем. Жарайды. Маған күдіктіге қатысты ақпараттың бәрі керек. Жолдағы видео бақылау камераларының бәрін шолып шығып, күдіктіні іздеу жөніндегі постлардың бәріне жіберіңдер. Тезірек. Бұл бұйрық. Біз не істейміз? Сіздер біздің қонақсыздар, оның үстіне азаматтық тұлға саналасыздар. Жұмысымызға кедергі жасамағандарыңыз дұрыс. Сонда қарап отырамыз ба? Мұнда ешқандай құзыреттеріңіз жоқ. Оны біз қадағалап отырғанда көз алдымызда ұрлап әкетті, сондықтан бізге қатысы бар. Ақымақты жасамаңдар. Біздің заңымызға бағынуға міндеттісіңдер. Ол не деп жатыр? Сендер қонақсыңдар, араласпаңдар деп жатыр. Құлақ шекеден періп жіберу керек. Бізді өздерімен бірге алып жүрсін деп айт оларға. Иә, қазір бір-екі жерге соғамыз. Бізде барсақ бола ма? Болады. Тек бізге кедергі жасамаңдар. Стив, уақыт болды, кеттік. Хажы, Әке. Әкетай. аманмысың? Әке. Бәрі дұрыс, алаңдамаңдар. Мені жақсылап тыңдаңдар. Хажы, ФБР бәрін аңдып отыр. Телефон, супермаркет, бәрін. Мәшинелерді ешкім байқамайтын бір жерге қойып, үстін кенеппен жауып тастайық. Ной, Тимурдан бастап бәріне жаңа телефондар бер. Оларды тек қысылтаң сәтте ғана қолданыңдар. Маркус, Хажы, өтінем. жарайды. Мария Хажының қасында қал. Ясмин, Томас ештеңе болмағандай бұрынша тойға әзірлікті жалғастыра беріңдер. Әкем қиналып жатқанда қолым ештеңеге бармайды. Ясмин, өтінем. Айтқанымды істе. Сендерге ФБР-дің адамдары келеді. Олар сұраған кезде қазір әкеммен араласпайым деп айт. Не істейтіндеріңді барлығын ұқтыңдар ғой. Жақсы. Енді мәшинелерге кеттік. Бізге басқарушы керек. ФБР. Мұндам. Тыңдап тұрмын. Сіз басқарушы боласыз ба? Иә, сіздерге не керек? Дэвид Беккер, ФБР. Кімді іздеп жүргенімізді сен жақсы білесің. Көлгірсудің қажеті жоқ, айтқане. Сізді түсінбей тұрмын. Бастығың қайда? Оны тұтқындап әкетті емес пе? Ол бүгін қашып кетті, оның қайда екенін айт. Қане? Оны мен... 2 сағат ішінде бар білетінді айтып бересің, болмаса елден кетуіңе тура келеді. Иә, Беккерман. Дұрыс. Әрі қарай аңдай беріңдер. Бірдеңе керек болса айтыңыздар. Енді не істемексіздер? Біз түрік елшілігіне барамыз. Міне бұл менің визит картам. Телефондар жазылған. Кез келген уақытта хабарласа беріңіздер. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Хажы, біз қартайдық.
Екеуміз төс қағысып дос болғалы 30 жыл өтіпті. Тағы 30 жыл өмір сүреміз бе, кім білсін. Сонша жылдан бері бірінші рет біз және сенің отбасың бір өзіңнің амандығың үшін қорқып отырмыз. Бұл жалғанда адамның ырқына көнбейтін екі ақиқат бар. Туу және өлу. Адам өмір бойы осы екі есіктің ортасында сандалып өтеді. Өмір үмітке жетелейтін жұмаққа өтер көпір ғана. Руми өлім туралы былай депті: жүзімді топырақ жасырғанда менімен қоштаспаңдар. Өйткені мола бұл дүние мен жұмақ арасындағы перде. Мола түрме сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ол түрме емес, жан бостандығы. Демек, өлім ол Алламен қауышу ғана. Мырза, жағдайыңыз жақсы ма? ФБР сіз туралы сұрады. Олардың қасында тағы 2 түрік полицей болды. Мен ештеңе білмеймін дедім. Жарайды, мырзам, түсіндім. Жақсы. Анау таксидің артынан еріп отыр. Жатындар, қозғалмаңдар. Жігіттер, сендерге не керек? Қажығайды айтқан е. Мен де түрікпін ғой. Айтаймын. Сендер менің үйіме заңсыз кіріп кеттіңдер. Тимур, бұларға не керек бізден? Менің досымның ақылы ес дұрыс емес, айғайласыңдар бірден бауыз айт, түсінікті ме? Тыныш. Бәрі дұрыс. Жауап бер. Ант етейін, қаждың қайда екенін білмеймін. Не дейсің? Рас айтам, білмеймін. Уайымдама, қажы. Біздің жігіттер сен Америкадан алып кету үшін кеме іздестіріп жатыр. Сен бір аптада бұл елден кетесің. Мен есімге алаңдап тұрмын. Дәл қазіргі сәтте сен оны емес, өзіңді ойлағаның үшін. Оған ешкімде тиіспейді. Хажы, сендер не болып жатқанын маған айтуға тиіссіңдер. Ол адамдарға сенен не керек? Өтінем айт маған. Айтасың ба? Жап аузыңды, өшір. Өшір дедім саған. Соңғы рет деміңді ал. Қане? Фрат.
соңғы рет деміңді ал. Жарайды, айтам. Мен айтам. Мырзалар, мен Дэвид Беккерман. ФБР. Сіздерге бірнеше сұрағым бар. Бірнеше сұрақ қоямыз. Сонымен болды. Тыңдаңызшы. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله Мырзалар, мен Дэвид Беккерман. ФБР. Сіздерге бірнеше сұрағым бар. Саңыраусыздар ма? السلام عليكم ورحمة الله السلام Жетер енді. Бірнеше сұрақ қоямыз, сосын кетеміз. Мырза, бұл құлшылық үйі. Мұндай ақ киіммен кіре алмай, және адамдар намаз оқып жатқандай ғайлауға болмайды. Аздап сабыр етіп, құрметпен қараңыз. Біздің жауымызды жасырып оған көмек көрсетіп отырған дінді құрметтей алмаймын. Мұнда зұлымдыққа орын жоқ. Бұл жерде тек Құдайға құлшылық жасалады. Сізге мұнда не қажет болғанын түсінбедім. Мен мына адамды іздеп жүрмін. Ол біздің мемлекеттің жауы. Осы адамды көрдіңіздер ме? Егер қандай да бір мәліметті біле тұра айтпасаңыздар, келесі келгенде бұл ғимаратты жермен жексен етем. Қайда? Ана жақта. Енді қайда? Мұнда. Сен бізді қайда алып келдің? Миша? Қалғылай аға. Тимур? Кездесу деп осыны айт. Біз хажыны іздеп жүрміз. Хажы? Сен оны көрдің бе? Қозғалмаңдар. Әйтпесе аман қалмайсыңдар. Тимур, мұнда кел. Сәлем, так. Мына иттер менің сүйген қызымды байлап тастады, оны босатуымыз керек. Әрине. Мені мұқият тыңдаңдар. Біз түрік барлау қызметкеріміз. Олар полицейлер екен. Бізге тек ақпарат керек. Бары сол. Саған ақпарат тұрмақтас та жоқ. Ол не деді? Олардың қару мен телефондарын алып алыңдар. Өздерін өзенге лақтырып жіберіңдер. Маған қару кезенудің қажет жоқ. Тіпті ол туралы ойламада. Ей, тыныштал, тоқтаңдар. Қозғалма. Жібер мені! Байлап тастаңдар. Бейшара сілімтіктер, босатыңдар! Бұл іс ислам террористік тобының ұйымдастырушыларына қатысты болып тұр. Тез арада оның көзін жоюымыз керек. Сенде не бар, Ли? Біз 5-ші аймақты барлық мешіттерді аралап шықтық. Хажын ешкім көрмепті. Сен не дейсің, Джим? Әйел мен қызы күдік туғызбайды. Қызы күйеу жігітімен бірге тұрады. Біз оның пәтерін тәулігіне 24 сағат бойы күзетіп отырмыз. Сонда ол қайда? Әуежайларда да ештеңе көзге ілінбейді. Шекарадан да. Ол әлі елден шыққан жоқ. Біз бүкіл әлемдегі исламшылар мен экстремистермен күрес жүргізіп келеміз. Бірақ өз еліміздегі бір ғана адам таба алмай отырмыз. Өз қаламызда, ал түрік полицейлері қайда жүр?
Не болып жатыр? Сендерден хабар болмай кетті ғой. Жағдай қиын. Бәріміз қажы үшін алаңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Мен бірге жұмыс істеген бейгін адамды қинау жөн емес. Мен осындамын. Менің кінәм не? Не үшін айыптап отыр? Сен өз кінәңді білесің. Мені өлтіріп түбіме жеткенше сенің соңыңнан қалмаймын. Өлтіру? О не дегенің? Жаратқан айтқан. Кімде-кім саналы түрде өзге адамды өлтірсе, ол мәңгілікке, тозаққа барады. Яғни, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. Хажа, бұл аятты оқымай-ақ қой. Демек сен Құранды біледі екенсің ғой. Оларды босатыңдар. Қажы, Біз сендермен келісімге отырамыз. Сендер маған қонақсыңдар. Сосын сендердің қалауларыңды орындаймын. Дэвид, сенің не сезініп тұрғаныңды түсінем, бірақ сен шектен шығып кеткен жоқсың ба? Джейн, әлгі мұнара қирандыларының астында менің інім жатыр. Әкем өлер алдында оған қамқор бол деген еді. Бірақ қазір оның моласы да жоқ. Не айтып тұрғанымды түсінген шығарсың. Олардың бәрі де кінәлі. Бәрі де. Брайанды бәріміз жақсы көрдік. Және әрқашан есімізден шығармаймыз. Дегенмен барлық мұсылманды соған айыпты санау дұрыс емес. Мүмкін мен артық кеткенде шығармын. Мына ел не дер екен? Көрейік. Жарайды. Біз агент Маккю және Беккер боламыз. ФБР, сізге бірнеше сұрақ қойсақ бола ма? Иә, әрине. Гүміш ханым, Иә, кеше сіздің әкеңіз тұтқында отырған жерінен қашып кетті. Оны білетін шығарсыз. мен әкеммен араласпаймын. Өткен жылы сіздің әкеңіз бірнеше мұсылман елдерінде болды. Шамасы оның сол елдермен үлкен байланысы бар сияқты. Соған орай ол елімізде террористік актілер дайындап жатыр деген ойға келіп отырмыз. Бізге айтар сөзіңіз бар ма? Сіздер мені түсінбеген сияқтысыздар. Әкемен қарым-қатынастың бәрін үзгенмін. Егер бізден жасырғаныңыз бар болса айтып қояйын, террористерге қолдау көрсету, жасырып жабу ауыр қылмыс. Біз ештеңе білмейміз. Уақыттарыңызды алғаным үшін кешірім өтінемін. Жақсы сау болыңыздар. Құдайым-ай. Қымбаттым. Менің әйелім Мария. Бұл менің Түркияға алып кетуге келген полицейлер. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Амансыз ба? Рахмет. Сәлем. Қалың жақсы ма?
Мұны саған әкелдім. Рахмет. Тағы не қалайсың? Ештеңе қажет емес, рахмет. Мен іште боламын. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Рахмет. Осы күнге жеткеніміз үшін жаратқанға мың шүкір. Хажы мырза, сіздің әйеліңіз христиан дінін ұстана ма? Иә. Сонда қалай? Бұл ислам дініне қайшы емес пе? Алла барлығымыз үшін бірдей. Қай дінді ұстансаңыз да, басты мақсат жаратқанға жақын болу. Жақсылық немесе жамандық жасау адамның табиғатында бар нәрсе. Ал ол үшін адамның жазасын беретін бір Алла ғана. Құранда айтылған: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Dinde zorlama yoktur. яғни дінге зорлық жоқ. Ешкімді мәжбүрлеуге болмайды. Ал ислам терроризм жайлы не айтасың? Террор адам қолмен жасалатын ең үлкен зұлымдықтың бірі. Терроризмді жақтайтын бірде-бір философия жоқ. Нағыз мұсылман тек қана бейбітшілік пен келісімде өмір сүруді қалайды. Терроризмге бой ұрған адам мұсылман емес. Мен сіздердің айтып отырғандарыңызды түсінбедім. Бірақ қанша тырыссаңдар да, хажның жаман қырын көре алмайтындарыңа сенімдімін. Оған сенгендерің абзал. Хажы, ішке кір. Менің кетуім керек. Жарайды. Күн кешкіріп кетті. Менің достарым сіздерді ренжітпейді. Қайырлы түн, Ной, қонақтарға лайықты қызмет көрсет. Істің мен жай басқа бағытталған сияқты. Саған олай көрінбей ме? Ол бар болғаны уақыт оттырып жатыр. Қандай жағдай болмасын оған сенбе. Қандай жағдай болса да. Қалғалай, хабарласа алдың ба? Иә. Мен олармен сөйлестім. Алаңдамай қой. Сені үлкен тосын күтіп тұр. Рас па? Не деген мейірбан едің? Томас, әкемнің ең үлкен арманы менің бақытты шақтарыма куә болу. Менің де үлкен арманым сол ғой. Рахмет саған. Қам жеме, біз әрқашан сенің жаныңдамыз. Ертең сен ең әдемі қалыңдық боласың. ФБР сенің қорғаушыңа тұтқындау туралы ордерді қалай алғандарын түсіндірмей отыр. Аққа күйе жұқпайды ғой, Маркус. Алла мені ұмытпайды. Мені ұрлап әкетудің қажеті жоқ еді. Ал егер біреу қиындыққа ұшыраса, сен мұндай күнәмен қалай өмір сүрер ең? Зорлық пен зұлымдыққа жол бермейік. Жол бермеу керек, Маркус. Әлбетте. Мен озбырлықты жақтап отырғаным жоқ. Сен Түркияға кетсең, ол жақтан оралмауың бек мүмкін. Сондықтан сен алып кетуіме тура келді. Құдайым, кешіре көр мені. Досыма Үндістан, Судан, Қытай және Малайзия саған пана болуға әзір. Ол жақта сені және сенің отбасыңды ешкім қуғындамайды. Түсінемісің? Мен өмір бойы қашып жүргім келмейді. Не болса да мен Түркияға ораламын. Біз сенің балалық шағың өткен жерге аяқ басқан емеспіз. Мен сенің отбасың туралы сұрай бастасам, сен үнемі үнсіз қаласың. Сендер мені түсінбейсіңдер. Ол жақтың өз дәстүрі бар. Бәлкім мына полицейлерді Алланың өзі жіберген шығар. Түнімен көз ілмегенбісің, ұлым.
Хажы, мен ұлым деп атама. Неге айыптығаныңды түсінбедім, бірақ менің кінәм жоқ. Кінәм жоқ. Өтірік сөйлеме, Хажы. Оның не? Мен ешқашан өтірік сөйлемеймін, ұлым. Мен ұлым деп атама, Хажы. Талай адамның түбіне жеткенің маған аян. Ондай күнәдан Алла өзі сақтасын. Күнәдан? Сенің қолың қанға малынған, Хажы. Мені қалай атасаң да өз еркің, тек кісі өлтірушідей көрме. Америкада не істеп жүрсің? Мұнда неге келдің? Бетлестің Нұрсы ауылындағы Саид Нұрси атты ғұлама айтқан екен. Адамның алдында 3 қиындық бар. Олар теңсіздік, жоқшылық және надандық. Теңсіздікті махаббатпен және жанашырлықпен, кедейлікті жәрдеммен жеңуге болады. Ал надандықтан құтқаратын тек қана білім. Мұнда келгендегі себеп те сол. Бетлестегі отбасымның надандығы. Хажы, бұған отбасының қатысы қанша? Жек көрушілік пен кек адамды күлге айналдырып жібереді. Мен Түркияға оралғанда менің кінәсіздігіме көзің жетеді. Мен шешім қабылдадым. Алланың қалауымен өлер алдында туған Битлсымды көріп, көп жыл көріспеген анаммен қауышам. Сіздер үлкен қателік жасап отырсыздар. Менің жолдасым қой аузынан шөп алмас мейірбан адам. Бізге сондай тапсырма берілді. Түсініңіз, онсыз Түркияға оралмаймыз. Өтінем, көмектесіңіз жоған. Кіммен байланысқанымызды бірден аңғарушы ек. Бұл жолы қылмыскерді әкетіп бара жатқан жоқпыз. Бекер, ол әлі табылмады. Әрқайсымыз өз орнымызда күтіп жатырмыз. Жарайды, түсінікті, аңдай беріңдер. Мен жолда келе жатырмын. Түрік полицейлеріне хабар бар ма? Жоқ, олар сол күйі түрік елшілігіне де бармапты. Ештеңе білдірмеген болар. Сіздер қателесіп отырсыздар. Оған бір көз салыңыздар, шол біреуге зәредей болсын зәбір көрсететін адамға ұқсай ма? Сұлу қызым менің, сен кереметсің. Қараңдаршы, Әкетайым, мен сені жақсы көрем. менің де сен дегенде жаным бөлек алтынам. Ботамай, қандай әдемі едің. Мұның не? Тойға дейін әлі 10 күн бар ғой. Тойды бүгінге ауыстырдық. Әкемде тойға қатысу үшін. Сіздер келесіздер ғой, Жаным, біз келе Әке. алмаймыз. Тәуекелге барудың қажеті жоқ. Мария, барсаңшы. Қызыңның жанында болғаның жөн. Сенімдісің бе? Иә. Ол біздің жалғыз қызымыз. Тойында жалғыз қалдырма оны. Томас, қызыма қамқор бол. Алың болмаңыз, шіркеуде некелескен соң мешітке барып мұсылманша неке қидырамыз. Тамаша. Ал енді жолдарың болсын. Жақсы. Жолдарың болсын.
Сен расымен сенімдісің бе? Иә, нық сенімдімін. Мен үйлену салтанатынан соң бірден қайттым. Жарайды. Мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Бара ғой. Ештеңеден құр қалмадың ба? Той енді басталды. Жақсы, біткен соң бәрін бақылаңдар. Болады. Құрметті достар, біз мына шіркеуге екі жастың некесін қонақтар мен дін қызметшілерінің қатысуымен мәңгілікке бекіту үшін жиналдық. Иса пайғамбар бұл некеге өз батасын берді. Сіздер бір кездері шоқыну рәсімін бастан өткердіңіздер. Енді сіздерді тағы бір қасиетті рәсім күтіп тұр. Ол рәсім бір Құдайдың алдында сіздердің жүректеріңізді қосады. Қол ұстасып, Құдай үйінде және Құдай алдында серт беріңіздер. Мен Томас. Мен Томас. Ясминді. Әйелдікке алам. Мен Ясмин. Мен Ясмин. Томасты күйеуім ретінде қабыл алам. Бақытта да қайғыда да. Ауырсам да, саулықта да жаныңда болам деп уәде етем. Мен сені сүйіп қадірлеп өтем. Өмір бойы. Күйеу жігіттің қалыңдықты сүйуіне болады. Әке, мен үшін жасаған бар жақсылығың үшін рахмет саған. Маған арнап жұмсаған әрбірісің, үйреткен өнегең үшін алғыс айтам. Мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Алтыным менің. Рәсім аяқталды. Олар кетіп барады. Мария, кеттік. Иә, кешірім өтінем, менің кетуім керек. Не болды? Хаджи бізді қорғаушының кеңсесінде күтіп отыр. Қызым үшін ең бақытты кеште мен оның жанында бола алмадым. Мен берілуге дайынмын. Джонатан, полицияға хабарлас. Хажы, қалай? Сенімдісің бе? Иә. Хажы, федералдар сені қалай алып кеткен туралы сұрайды. Ештеңе айтпа. Әрине. Достарым, сендердің уақыттарыңды алуыма тура келді. Ол үшін кешірім өтінем. Мен Алланың әділ екендігіне сенем. Енді кете берсек болады. Фрат, сені бір минут қабыла ма? Сөйлесуіміз керек. Екеуміз де іздеген адамымыз бұл емес екендігін біліп тұрмыз. Бұл не дегенің? Егер біз Хажыны Түркияға алып кетсек, оның шаруасы бітті дей бәрі. Бізде әділдік жоқ. Біз деген адам ол емес. Есіңнен адастың ба? Сені міне сотпен. Тезірек соңымыздан аңдып келеді. Бізді байғақ қойған сияқты. Біреулер аңдып келеді. Не істерімді білмей тұрмын. Мүмкін басқа жаққа барармыз. Олар қазір ғана 48 және 49 көшелеріндегі қиылысындағы 3-ші даңғылдың нөмірі 76 үйге кірді. Енді қайтсақ екен. Маркус байбалам салмаш, Хажы бізге ФБР-ға қоңырау соғудың қажеті жоқ, олар өздері келді. Не болып жатыр?
Оның рас, мен Маркусты қиын жағдайда қалдырғым келмейді. Хаджы, біз сені еліңе әкете алмаймыз. Неге? Егер Хаджи Түркияға барса, ол мұнда қайтып келмейді. Оған қандай айып тағылған білмейсіңдер ме? Оны радикалды ислам террористік тобын ұйымдастыр деп айыптап отыр. Террористік? Ғимараттан ғайлы жер бар ма? Біз Хажны ФБРден жасыруымыз керек. Сендер не туралы айттыңдар? Олар кіререс таңдып отыр, шатырға көтеріліңдер, онда ешкім таба қоймас. Олар Хаджны шатырға кетіп жасыра тұруымызды өтінді. Шешімді өзің қабылда. Қаруларын өткізетін болсын. Тапаншаларыңды бер оларға, тезірек алып кетіңдер. Қане, Кеттік. Хаджы. Шығар есік анда. Хаджы, Мария, қорғаушының кеңсесіне барыңдар. Қорықпа, бәрі жақсы. Демек олар шатырда екен ғой, тезірек шатырға көтерілеміз. Жақсылап тыңда, Хаджы. Менің көзіме қара. Енді маған шыныңды айт. Сен адам өлтірдің бе, жоқ па? Мен ешкімді өлтірмедім, ұлым. Маған ұлым деуші болма, Хаджы. Сенің кісі өлтіруші екеніңді білем. Мен ешкімді өлтіргем жоқ. Мен қылмыскер емеспін. Хаджы, маған шыныңды айт. Мойында енді. Фрад, есіңнен адастың ба, не істеп жатырсың? Тапаншаң түсір. Біздің бәрімізді өлтіре, түсір деймін. Қызыңның бақыты үшін бір Алла үшін шыныңды айт. Сен өлтірдің бе, жоқ па? Соңғы рет сұраймын, айт деймін, Хаджы. Хаджы. Жат! Жат дедім саған! Қолға түстің бе оңбаған? Тамаша істендірдіңдер, жігіттер. Оны алып кетіңдер. Күдіктіні қалай тапқандарыңды білмейм, дегенмен көмектеріңе рахмет. Америка мұсылман террористерінен көп жапа шекті. Түптің түбінде әділет салтанат құруы керек, ал қылмыскерлер жазасын алуы тиіс. Білесің бе, Бекер? Бірде екілі жексұрын террорист үшін мұсылманның барлығын кінәламағаның дұрыс. Бұл әділетсіз. Бір жағынан сенікі де дұрыс. Бірақ кейде кешіру өте қиын. Егер ол сенің ініңе қатысты болса, тіпті жаман. Жолдарың болсын, Аджар. Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет. Қош бол. Сау болыңдар.
Хош келдіңдер, жігіттер. Мен сендерді мақтанып тұтам. Жүріңдер. Бұл адамды сөйлете алсақ, ол бізге өзінің сыбайластары туралы айтады. Сосын біз оларды қолға түсіреміз. Бүгін болмаса бәрібір айтады ғой. Сәлеметсің бе, Хаджа? Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам, Хаджа. Қалай жеттің? Аллаға шүкір. Жақсы. Енді қайттық. Оның қайда екенін кім біледі? Қайғыра бермеңіз. Қазір оны біздің жігіттер тергеп жатыр. Сот билігі оны босатады деген ойдамын. Иә, міндет түрде. Қалай қайғырмайын? Сендер мен алдап тұрсыңдар. Мен бұл елдегі кінәсіз адамдарды не күтіп тұрғанын білемін. Ол террорист емес. Ол осыншама қорлық көруге тиіс емес еді. Мария, өтінем, тыныштал. Әділет салтанат құрғанын күтейік. Оны босату үшін біз төзімділік танытуымыз керек. Алла бізді сынап жатыр. Отанымның топырағын баспағалы 37 жыл өтіп. Өтірік. Иран, Судан, Малайзия және Сирияға барып тұрып. Мұнда соқпадың демексің бе? Өтірікші жетесіз. Түркиядағы сыбайластарың кім? Кімдермен байланыс жасадың? Жарылыс және қастандық жасау туралы қашан және қалай бұйрық беріп отырдың? Мен ешкімге бұйрық берген жоқпын. Бұйрық берген жоқ. Терроризмге үндеп, оған демеушілік көрсеткен сен емеспісің? Мен емес. Ғани Башар, Кенан Демир, Дурсун Мутлу, осы адамдардың айтуынша оларды азғырып террористік актілерді қаржыландырған сенсің. Хаджа, түсіндің бе? Сенсің. Құдай үшін. Асыл дінімді ластап жүрген адамдармен байланыстырмаңдаршы мені. Біздегі дәлелдерге қарамастан ештеңен мойындағың келмей ме? Арсыз екенсің. Махмуд, ол айтады. Тыңда, сен тақуа адамсың. Бізді күнә жасауға итермелеме. Біздің де балаларымыз бар, түсінесің. Сен жақсы боксшысың. Мен де өз уақытында чемпион болғам. Бірақ үнемі бір пәлеге тап болып жүрушем. Хажы жас әрі Албырт кезімде талай қиындықтан аман алып қалды. Онымен таныспағанымда, қазір қай қиырда жүретінімді кім білсін. Ол мені исламмен, шығыс философиясы және шығыс ағымдармен таныстырды. Біз ол үшін жанымызды шүберекке түйіп отырмыз. Біз оны ойлап қиналып жүрміз. Қорқудың қажет жоқ. Сіздер білесіздер ме жоқ па, бірақ Еуропамен тәжірибе алмасу нәтижесінде талай реформалар жасалды. Мәселен, өлім жазасын алып тастады және тергеу кезінде көптеген әдістерді қолданып, қинауға заңмен тыйым салынған. Бәрі жақсы болады. Сен жақсы адамсың, Аджар. Келгенің үшін рахмет. Көріскенше. Сау бол. Көріскенше қысым, мен сені жақсы көрем. Аль-Каида, Талибан, әлде Хизболла ма? Кімдермен байланысың бар? Алламен ғана байланысым бар. Сен Алламен байланыссаң, біз елге адал қызмет ету туралы ант еткенбіз. Шыдамыз шегіне жетті, Хаджа. Қайырлы таң. Қайырлы таң, басеке. Мойындады ма? Жоқ. Тыңдашы, Хаджа. Соңғы рет сұрап тұрмын. Заңды бұзып адамдарға зәбір көрсеткеніңді, оларды аяусыз қырғанды мойындайсың ба, жоқ па? А? Ешқашан мойындамаймын. Алла атымен ант етейін, сендер іздеген адам мен емес. Өтірікті сапыруды ғой, Хаджа. Мен рас айтып тұрмын. Біз сен туралы бәрін білеміз. Хаджи Күміш, қылмыс жасамағанды қалай дәлелдейсің?
Оны білетін бір Алла. Өткен өтті. Мен кінәсізбін деп айтып тұрмын ғой сендерге. Ал сендер бәрібір сенбейсіңдер. Оған қайран қалып отырмын. Не дейсің? Оны тергеп жатқанымызға қаншама күн болды, мойындауға жететіндей уақыт өтті. Шаршадың ғой, барып демал. Рахмет. Директор, мүмкін Хаджи маған бірден айтып қалар. Жарайды байқап көр. Сәттілік. Сау болыңыз. Фатих, бар тамақтанып кел. Хаджи ұйқыңдаш. Мұнда ешкім жоқ. Адам өз күнәларынан қашып құтыла алмайды. Ешкім жоқ болса қайтейін. Алла бәрін көріп тұр ұлым. Мен ұлым деп атама. Менің күнәм жоқ. Менен саған не керек ұлым? Ұлым деме деп қанша рет айтам саған? 1973 жылы адам өлтірген сен емессің бе? 1974 жылы түрмеден мерзімнен бұрын босап шыққан соң ізім қайым жоғалып кеткен сен емессің бе? 1973 жыл. Битлз, есіңе түсірдің бе? Хаджи күміш, ал мен оны есімнен шығарған демеспін. Сенің адам өлтірген қылмыскер екеніңді білем, Хаджи. Мені кісі өлтіруші деме. Ал сен маған жалған сөйлеме. Онда тыңда. Мен ол кезде тіпті бала едім. Мен мешіттен қолыма Құран ұстаған күйі шығып келе жаттым. Жаныма үлкен ағам келді. Мұсылман бауырлар, егер біреу сіздерге исламда мейірімсіздік жоқ десе, ол мұсылман емес, опасыз адам, және ол жихад дегеннің не екенін білмейді. Исламды кеңінен тарату үшін сіздер қинауға және өлімге дайын болыңыздар. Алланың жолында өлу, өлім емес, ол қайта тірілу. Қайта тірілу. Алла сендерге жар болсын. Әумин. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Әміршім, біз терактілерге қатысты жаңа нұсқау алдық. Жақсы. Біз сіз айтқан мұсылмандарды тексеріп көрдік, бірақ олардың ешқайсысы көмек бермеді. Солай ма? Біз ислам үшін күресіп жүргенде ол жексұрындар бізден теріс айналды ма сонда? Әміршім, олар шайтанның жетегіне еріп тура жолдан тайды, оларды жазалау керек. Оларды жазалау керек. Шыдай тұр. Аз ғана шыдайық. Жақсы. Аузыңды жап, өшірініңді. Бізді сатып кеткен полицей. Міне, осы.
Мен Хаджи мырзамен кездестім, оның жағдайы жақсы, тек аздап шаршаған. Сіздерге сәлем айтты. Оны көргім келеді. Бұл әзірге мүмкін емес. Неге? Алдымен Хаджи мырза полицияға жазбаша түсініктеме беруі тиіс. Сосын прокурорға береді. Сіз оны сот шешім шығарғаннан кейін ғана көре аласыз. Олар қателік жасап отыр. Мен Хаджиді 30 жылдан бері танимын. Оған қанша уақыт кетер екен? Оны білмеймін. Алло? Сен келдің бе қолынам? Келдім ата. Қош келдің. Мен сені уайымдап қанша күннен бері көз іле алмадым. Қалың жақсы ма? Ата, өзіңнің халің қалай? Жоқ, балам. Бүгін болмаса, ертең мен кететін адаммын. Өлер алдында менің көңілімді орнына бір түсіріп қойшы. Еш алаңдамасаң болады, ата. Бетіңнен сүйдім. Мен де сені құшағыма қыстым, құлыным. Аман бол. Хаджи кінәлі емес. Сонда қалай? Мұны қайдан шығардың? Ол адамның кінәсі жоқ. Нағыз тажалды қорғау үшін олар бізді пайдаланды, яғни мені пайдаланды. Мұны мен не дегім келеді, Фрат? Біз Интерполға сұрау салдық, ФБРден көмек сұрадық. Ал енді келіп кешіріңіздер, біз нағыз қылмыскерді ұстамаппыз дейміз бе? Олар бізді жас бала ұқсап алдық кетті. Масқара! Масқара! Директор, жап аузыңды! Сендер бәрін бүлдірдіңдер, жоғалыңдар! Фрат, Хаджи кінәсіз ол қылмыскер емес деп саған қанша рет айттым. Сонда да сендіре алмап ем. Жарайды уайымды ма, басеке? Қалай, қал жақсы ма? Сәлемес бе? Сәлем ажары. Оған не болған? Мазылағаным үшін кешірерсіздер, бірақ маңызды жаңалығым бар. Сәлем, мырза. Рахымды да мейірімді Алланың атымен бастаймын. Мұсылманның қанын төккендер жазасыз қалмайды. Біз Палестинаны, Ирак пен Ауғанстанды босатқанға дейін опастарға қарсы күресімізді жалғастыра береміз. Исламның жаумен ауыз жаласқандарды кешірмейміз. Алла бисмиллах, Аллаху акбар. Аллаху акбар! Аллаху акбар. Аллаху акбар! Аллаху акбар. Аллаху акбар! Қарықсат, қар. Комиссар Фрат, еңсең түсірме. Бәрімізді қателік жібереміз. Оның үстінен бұл қай жерде болса да бәрібір емес пе? Қылмыскерлерді ұстау үшін біз өмір бойы иіненің ұшында жүрдік. Шынымды айтсам, қатты шаршадым. Мен де. Қазір.
Алло? Не? Дажжал ұсталыпты. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Біз Алланың сарбаздарымыз. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ассаламуалейкум. Ва алейкум ассалам. Мұны жек сорындарды өз мақсатына пайдаланған адамдар өздерін елдің қожайыны әміршісі санайды. Сендер бізге осыншама қиындық тудырған оңбағандарды жердің астынан болса да суырып алып, прокурорға тапсыруға тиіссіңдер. Құп болады. Дұрсын Шахиннің қастандығына қатысты не жаңалық бар? Күдіктілер ізін суытты. Бүкіл елі осындай иттерге толып кетті. Ол оңбағанды көргім кеп тұр. Қатыге сұмпайы. Кімге жұмыс істеп кімнің бұйрығын орындағаныңды бәрін айтасың. Маған бұйрықты Алланың өзі берді. Мен Алланың разылығымен қасиетті соғыс жүргіздім. Сен мұсылмандарды қамап, олар үшін ақша сұрап тірідей көміп бастарын кесіп, сол арқылы қасиетті соғыс жүргізіп келемісің? Арам неме? Құран бізді барлық адам мұсылман дінін қабылдағанша күресуге шақырады. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмір бойы өлгенше Алланың жауларымен алысып өтті. Біз де күресіп өтеміз. Қазір мен сені Алла пайғамбарларға адамдарды исламға даналық және тура сөз арқылы шақыруда өсиет еткен. Жихад адамдарды Алланың ақиқат тура жолына шақыруда білдіреді. Пайғамбарымыз Алланың жауларына абыроймен, намыспен және адал жан дүниемізбен қарсы тұруды үйретті. 23 жылдық пайғамбардық жолының тек 2 айын ғана қасиетті соғысқа арнады. Аллам күнәләріңді кешсін. Сізден кешірім сұраймыз, Хаджи мырза. Өз атымнан да біздің ұйымның атынан да сізден кешірім өтінемін. Біз үлкен қателік жібердік. Барлығы бір Алланың қалауы ғой. Сәлеметсіз бе? Сүйіншімді дайындай беріңіз. Не боп қалды? Күйеуімнің халі жақсы ма? Я, енді ештен ялаңдамасаңыз да болады. Хаджи мырзаны босатқалы жатыр. Алдымен ол ресми түрде сотқа қатысып, сосын бостандыққа шығады. Рахмет сізге. Сенімен аз уақыт болса да бірге жұмыс істегеніме қуаныштымын. Мен де Ажар. Тек бір жағдай маған тыныштық бермей жүр. Қандай? Ол адамның кінәсіз екендігін сен о баста білдің. Бірақ сонда да өз дегеніңнен қайтпағаның қалай? Кейде өмір адамды теріс ойлауға мәжбүрлеп тұрады. Оралуыңызбен, рахмет. Құтты болсын, рахмет. Тағы да кешірім сұраймыз. Сендер тек бұйрықты орындадыңдар, сондықтан айып демессіңдер. Онсыз да ыңғайсызданып тұрсыңдар ғой. Бәрін ұмытайық. Ал енді не істемексіз?
Осында бірнеше күн боламыз, сосын Маркусты шығарып саламыз. Содан кейін Алланың қалауымен Битлиске анамды көруге аттанамыз. Хаджи, біз сізді Битлиске өзіміз апарамыз. Қажеті жоқ. Бас тарта көрмеңіз. Нью-Йоркте біз сізге қонақ болдық, енді біздің кезегіміз. Маркус, ардақты досым, қолдауың үшін көп рахмет. Керісінше, жасаған жақсылығың үшін мен саған алғыс айтуым керек. Сен мұнда азанмен бірге келіп ең, енді азанмен бірге қайтып барасың. Қымбатты досым, адам туылғанда азан айтылады, бірақ намаз оқылмайды. Ал өмірден өтерде намаз оқылады, бірақ азан айтылмайды. Неге? Өйткені туғанда азанды өлі өлгенше намаз оқу үшін шақырады. Өмір деген қысқа екен. Өтінем, тезірек оралатын бол. Әрине рахмет, барлық үшін рахмет саған олам. Аман есен жетің, сізге қатты ризамыз. Сау болыңыздар. Жолыңыз болсын. Ұлым, егер осы бір жағдай болмағанда, мен туған ерге ешқашан келмесем. Рахмет. Қатты сағыныппан. Сағынсаң неге келмей жүрдің? Мен тыныш жатқан елді білдірме үшін мұнда қайтып оралмадым ғой. Жарайды. Мен тым толқып кеттім, жүрейік. Мария, біз жеттік. Бұл Битлис.
فكرت Мында біреу бар ма? Кім бар? Не болды? Кімді іздеп жүрсіздер? Мында қонақ үй бар ма екен сұрашы? Әжей жақын жерде қонақ үй бар ма екен? Балам, біздің мынадай салтымыз бар. Кімнен қонақ үй туралы сұрасаң, сол үйге түнеп шығуың керек. Сендер Алла жіберген құдай қонақсыңдар. Төрлетіңдер. Келіңдер. Біз сізді мазалап тұрған жоқпыз ба, әжей? О не дегенің, балам, жүріңдер. Мен бір жерге шығып келейін. Қазір келем. Әрине. Сендерге не керек, жігіттер? Директор, Фрат бізге де мекемеге де жалған айтыпты. Жалған айтқан несі? Біз тағайындау туралы құжат дайындап жат бір шындықты анықтадық. Сонымен, Фрат бізге жұмысқа тұратын кезде өзінің тегін өзгертіпті. Оның әкесі Исмаил Эрен, Хаджи Гүміш 1973 жылы өлтірген адам Фраттың әкесі екен. Дажал дегеніміз Хаджи Гүміш дегенді айтқан кім еді? Фрат. Ол өз әкесін өлтірген адамды Түркиядан тап болған соң оны Тажалдың нағы деп көрсетіп жіберген. Сөйтіп Америкаға дейін баруға тура келді. бұл қалай болғаны, Махмұд? Менің алтын балам. Демек, сен әкеңді өлтірген оңбағанда осында жетелеп әкелген екенсің ғой. Мына жер сол жендеттің қанына боялғанда, сенің әкеңнің рухы тыныштық табады. Дұрыс дегенсің. Ата, Хаджи жендет емес. Оны дегенің, балам? Не айтып тұрғаныңды білемісің? Ол сенің әкеңді өлтірген. Мен нағыз қылмыскердің қандай болатынын жақсы білем. Хаджи маған шын мәнде не болған айтып берді. Ол жақсы адам. Жақсы адам? Мен саған әке де шеше де болдым. Бірақ мұныңды кешіре алмайым. Жоғалт көз алдымнан. Сен менің ұлым емессің. Ата, мен жастық шағымды кекпен өткіздім. Мен көп жылдар бойы жазықсыз адамның ісінен өкшелеп аңдумен болдым. Алланың атымен ант етейін, Құран ұстап серт берейін, ол кінәлі емес. Сен шыныңды айтып тұрмысың. Егер ол сенің ұлың болса, менің әкем. Хаджи әлемдегі мен білетін ең мейірбан адам. Жарайды, балам. Өзің білерсің. Сені қойып қалғаным үшін кешір. Мен Хаджиға барайын. Мен онда қонбайым, осында келем. Иә, тезірек кел. Әңгіме шертейік. Мен сені сағынып кеттім. Әлі көрсеміз ғой, ата. Әрине, балам. Рахмет. Міне бер, тамақ әзірле. Жарайды. Балам, айта отыр, кімсіңдер, қайдан келесіңдер? Айта бер. Кел, апатай, қасымызға жайғас, әңгіме шертейік. Осы аймақтың адамысыңдар ма? Солай деуге де болады. Бетлеске не шаруамен келдіңдер? Көптен көрмеген туыс туғанымды көруге келдім. Бұйыртса көрерсің. Бұйыртса. Шешей, сіздің туыстарыңыз жоқ па?
Екі ұлым болды. Үлкені осыдан 10 жыл бұрын қатерлі ісіктен көз жұмды. Кенжесі қайда? Ол түрмеге отырып шықты. Содан кейін көрмедім. Біздің жауларымыз бар еді. Менің ұлым сол күйі жүрегімде жібімес тоң болып қалып қойды. Шалғайда жүрсе де, аман жүрсе болды. Бірақ қатты сағынам. Апа, мен хаджимын ғой. Мен хаджимын, апа. Хаджи, Иә, бұл сен бісің. Менің ұлым. бұл менмін, апа. Кешір мені. Хаджи, ұлым менің. Құлыным. Аллаға мың шүкір. Сені көргенде қалай қуанғанымды білсең ғой, Хаджи. Ұлым, осы уақытқа дейін қайда жүрдің? Мен алыстан келдім. Мен сен үшін келдім, апа. Апа, бұл менің әйелім Мария. Қолдығың болайын. Біздің үйімізге қош келдің, қызым. Ол түрікше білмейді, апа. Ол шетелдік. Мейлі балам, ол да адам ғой. Келіңдер, балалар. Апа, бұлар менің достарым. Олар болмағанда мен Битлиске келе алмасам. Оларға көп рахмет. Бұл Аджар, ал анау біздің желесіміз Битлис 1973 жыл. Исмаил! Гүміштерді білетін бол. Жоқ, Ата! жоқ. Хаджи, жедел жәрдем шақырыңдаршы. Шақырдым, қазір келеді. Тыныш жаным, азғана шыдашы. Қолымнан ұсташы, қолымнан. Көмектесіңдер, өтінем. Көмектесіңдер. Көмек шақырыңдар. Хаджи, Хаджи. Ал мынаны. Хаджи ал дедім мен саған. Аға, жоқ. Ал! Есіңде сақта. Оны өлтірген сенсің. Сенсің өлтірген. Хаджи, Мен сені жақсы көрем. мен де сені жақсы көрем. Мені осынша бақытқа бөлегенің үшін рахмет. Қыз тәрбиелеп өсіргенің үшін ризамын. Жылама. Мен сені жақсы көрем. Фрат. Мен сені жақсы көрем. Жылама. Мен сені жақсы көрем. Жылама. Жақсы көрем. Хаджи. Мұның бәрі менің кесірім.
Менің кім екенімді білесің бе? Мен бұл көздерді ешқашан ұмытқан емеспін. Сенің көздерің әкеңе тартқан. Хажы, кешір мені. Мен өмірімде сенен ізгі адамды көргенім жоқ. Кешірші мені. Қайғырма, ұлым. Бәрі бір Алланың қолында. Мен надандықтан қашып, нәтижесінде сол надандықтың құрбаны болдым. Әйелім, қызымды. Қызым. Хаджы! Хаджи! 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 Фильм ABC Distribution жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2014 жыл. Çeken çok zalim pençesinde kimi düşmüş zevke duymaz içinde deli gönül aşkından derman peşinde. En son gülen yine
çile çeken çok zalim pençesinde.